Бізде бүгінгі тақырып компьютердің программалық қамтамасыз етілуі. Жалпы жоспарда айтатын болсақ, бірінші бізде кіріспе, одан кейін бағдарламалық қамтамасыз етудің не екеніне және анықтамасына тоқталатын боламыз. Одан кейін бізде бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлері және одан кейін операциялық жүйелер тақырыбын бастаймыз. Оның ішінде операциялық жүйелердің даму тарихын, түрлерін айтамыз да соңында қорытындылайтын боламыз. Бізде бірінші кіріспе. Қазіргі заманда ақпараттық технологияларсыз өмір сүру мүмкін емес. Компьютерлер мен мобильді құрылғылар біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі элемент бағдарламалық қамтамасыз ету, яғни қысқаша БQ. Бағдарламалық қамтамасыз ету компьютердің аппараттық құралдарымен байланыс орнатуға, оларды басқаруға және пайдаланушының қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін бізде бағдарламалар жиынтығы болып табылады. Және бұл презентацияда біз бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрлерін, олардың қызметін, даму тарихын, бағдарламалау тілдері мен заманауи технологиялардағы рөлін қарастыратын боламыз. Бізде бағдарламалық қамтамасыз етудің анықтамасынан бастасақ, бағдарламалық қамтамасыз ету жалпы компьютерлер мен ұялы телефондар сияқты электронды құрылғыларға нақты тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін нұсқаулар мен деректер жиынтығы. Бағдарламалық құралсыз жаңағы аппараттық құрал компьютердің физикалық бөліктері жұмыс істей алмайды. Қысқаша айтқанда, біз компьютерлік жаңағы бағдарламалық құралды бағдарламалар деп анықтайтын едік. Келесі бізде бағдарламалық қамтамасыз етудің мүмкіндіктері, яғни біріншісі бізде ұйымның компьютерлік ресурстарын басқару, екінші пайдаланушыны есептеу мәселесін шешу үшін қажетті барлық ресурстармен қамтамасыз ету, және соңғысы бізде ұйымдармен сақталған ақпарат арасындағы делдал рөлін атқару. Яғни басқарушы персоналдың негізгі міндеттерінің бірі ұйымның қажеттіліктеріне сәйкес келетін бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау. Бағдарлама, яғни программ, компьютерде белгілі бір тапсырманы орындауға арналған командалар жиынтығы деп аталады. Бағдарламаларды құру немесе жазу процесі бағдарламалау деп аталса, осы қызмет түріне маманданған адамдар бағдарламашылар деп аталады. Бағдарлама сөзінің синонимі қолданба, яғни application термині болып табылады, және бағдарламалардың орындалу үшін оны компьютердің жедел жадына өңдеу қажет деректермен бірге жүктеу керек. Әдетте бағдарламаны іске қосу немесе іске қосу деп айтылады. Келесі бізде бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлері. Ол жалпы бізде үшке бөлінеді: жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету және бағдарламалау жүйелері. Жүйелік бағдарламашыны бізде жүйелік әкімшілер қолданса, бағдарламалық жүйені бізде бағдарламашылар қолданады, және де қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді бізде жалпы тұтынушылар және пайдаланушылар қолданады. Бізде бірінші қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуден бастайтын болсақ, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету бізде application software, яғни пайдаланушыларға немесе пайдаланушылардың өздері жазған компьютерге белгілі бір жұмысты орындау үшін қажет бағдарламалар кіреді. Жалпы қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің мысалдары, яғни тапсырыстарды өңдеу немесе тарату тізімдерін құру бағдарламалары. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жазатын бағдарламашыларды қолданбалы бағдарламашылар деп атаймыз. Жалпы бізде қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді үш негізгі санатқа бөлеміз: жеке бағдарламалық қамтамасыз ету, жалпы мақсаттағы бағдарламалық қамтамасыз ету және қолданбалы пакеттер. Келесі бізде жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, яғни систем софтвер. Бұл бізде процессор, байланыс және перифериялық құрылғылар сияқты компьютер компоненттерін басқаратын бағдарламалар жиынтығы. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді жүйелік бағдарламашылар деп аталатын мамандар жасайды. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету туралы жалғастыратын болсақ, бұл компьютердің аппараттық ресурстарын және басқаратын бағдарламалық қамтамасыз етуді құру процесі. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді компьютердің өзін басқаруға арналған бағдарламаларды қамтиды. Мысалы, операциялық жүйе, файлдарды басқару, утилитары немесе диск операциялық жүйелері немесе DOS. Операциялық жүйе компьютердің аппараттық ресурстарын, сондай қосымшалар мен деректерді басқарады. Жүйелік файлдарға функциялар, кітапханалары, жүйелік қызметтер, принтерлер және басқа жабдықтарға арналған драйверлер, жүйелік балтаулар мен басқа конфигурация файлдары кіреді. Келесі бізде бағдарламалық қамтамасыз ету мысалдары, яғни мысалға Microsoft Word, құжаттарды жасау және өңдеу үшін қолданылатын мәтіндік процессор, Google Chrome, интернет беттеріне кіруге мүмкіндік беретін веб-жолғыш, Adobe Photoshop, графикалық дизайнерлер қолданатын кескінді өңдеу бағдарламасы, саңлау, яғни командалар мен компаниялар үшін байланыс құрады, үлкейту, яғни виртуалды жиналыстарды жеңілдететін бейнеконференция бағдарламасы, Spotify, яғни музыка ағыны қызметі, Windows бізде компьютер ресурстарын басқаратын, Microsoft операциялық жүйесі, Fortnite, яғни танымал онлайн шайқас бейне ойыны, Visual Studio коды, яғни бағдарламаларды жазу үшін әзірлеушілер пайдаланатын бастапқы код редакторы. Жалпы бізде аппаратты бағдарламалық қамтамасыз ету мен бағдарламалық қамтамасыз ету арасындағы айырмашылықтар, яғни компьютердің қалай жұмыс істейтінін жақсы түсіну үшін аппаратты құрал мен
бағдарламалық жасақтаманың айырмашылығын түсіну маңызды. Аппараттық құралға компьютердің пернетақта, монитор және ішкі компоненттер сияқты физикалық бөліктері кіреді. Бағдарламалық жасақтама керісінше аппараттық жұмыс істейтінін немесе және оған не істеу керектігі туралы нұсқаулар беретін бағдарлама. Мысалы, пернетақта ол бізде аппараттық құрал, терген кезде операциялық жүйе, яғни жүйелік бағдарламалық құрал. Сол енгізуді қабылдап, мәтіндік процессор, яғни ол уже қолданбалы бағдарламалық құрал, ол арқылы экранда көрсетіледі. Бағдарламалық құралсыз аппараттық құрал пайдасыз болар еді, өйткені оның орнына алатын нұсқаулары болмайды. Бізде келесі тақырып операциялық жүйелер. Яғни операциялық жүйе қысқаша уже компьютердің аппаратурасы мен қосымшалар арасындағы интерфейс ретінде болатын бағдарламалық қамтама бөлігі. Операциялық жүйенің негізгі функциялары процессорды басқару, жадыны басқару, файлдарды басқару және қауіпсіздікті қамтамасыз ету және командалық интерпретация. Келесі бізде операциялық жүйелердің даму бағыттары. Жалпы операциялық жүйелердің тарихи буындарын атап көрсету қабылданған. Ол бізде 5 буыннан тұрады. Бірінші нөлдік буыннан бастаймыз, яғни алғашқы компьютерлерде операциялық жүйелер болмаған. Бұл алғашқы компьютерлердің пайда болуынан бастап, яғни 20 ғасырдың 50-ші жылдарының ортасына дейінгі уақыт. Бірінші буын, яғни пакетті өңдеу, мультибағдарламалық операциялық жүйелер 20 ғасырдың 50-ші жылдарының ортасында пайда болған. Екінші буын, яғни көпрежимді операциялық жүйелер, нақты уақыт операциялық жүйелері, ол бізде 20 ғасырдың 60-ші жылдарында пайда болған. Үшінші буын, дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер, желілік операциялық жүйелер бізде 20 ғасырдың 80-ші жылдарының басында пайда болған. Төртінші буын, яғни үлестірілген операциялық жүйелер, ол бізде 20 ғасырдың 90-ші жылдарының басында пайда болған делінеді. Келесі бізде операциялық жүйелердің жүктелуі, яғни операциялық жүйелер суретте көріп тұрғанымыздай орталықтандырылған, желілік және үлестірілген болып бөлінеді. Бірінші орталықтандырылғаннан бастасақ, орталықтандырылған бізде жергілікті операциялық жүйелер. Бұл жүйелер бізде жалғыз локальды компьютер ресурстарынан басқарады және оларға алгоритмдер жағынан алғанда екі әртүрлі ішкі класстар кіреді, яғни бір процессорлы жүйелер және көп процессорлы жүйелер. Келесі, екіншісі бізде желілік операциялық жүйелер. Мұндай жүйелер желі пайдаланушылардың нақты желілік аппаратураға қарағанда жұмыс істеуге ыңғайлы қайсы бір виртуалды машинаны ұсынады. Алайда пайдаланушы желілік ресурстарға қол жеткізу үшін әрқашан арнайы операцияларды орындайды. Желілік жүйелер үш негізгі компоненттен тұратын қосымша желілік құралдарынан тұрады. Бірінші бізде операциялық жүйелердің серверлік бөлігі, яғни жергілікті ресурстарды және ортақ пайдалану қызметтерін ұсыну құралдары. Келесі бізде операциялық жүйелердің клиенттік бөлігі, яғни алыстатылған ресурстар мен қызметтерді қол жеткізу сұраныстардың құралдары. Және үшінші әрі соңғысы бізде операциялық жүйелердің транспорттық құралдары, яғни желі компьютерлері мен арасындағы бағдарламалар алмасуды қамтамасыз ететін құралдар. Бізде үшінші әрі соңғысы үлестірілген операциялық жүйелер. Олар желі пайдаланушысына желілік ресурстардың ашықтығының ең үлкен дәрежесін беретін бірыңғай орталықтандырылған виртуалды машинаны ұсынады. Яғни үлестірілген жүйелер тығыз кооперацияда жұмыс істеу үшін желінің барлық компьютерлерін біріктіреді. Мұндай жүйелерде жұмыс істеу барысында қосымшаны іске қосатын пайдаланушы оның нақты қай компьютерде орындалып жатқанын білмейді. Бұл жүктеудің қызықты негіздемесі бар, яғни параллель және үлестірілген архитектуралар классификациясының негізгі мінездемесі деп ортақ немесе үлестірілген әрбір түйін үшін локальды жадты айтады. Осыдан келіп есептеуіш жүйелерін екі классқа бөлуге болады, яғни күшті байланысты жүйелер, бұған бірнеше біртекті процессорлардан және ортақ жад массивінен тұратын орталық жүйелер жатады. Келесі бізде әлсіз байланысты жүйелер, яғни әрқайсысының өз жадысы бар, біртекті есептеуіш түйіндерден тұратын жүйелер. Келесі бізде операциялық жүйелердің даму тарихы. 1981 жылы IBM PC директор компьютерлері және MC-DOS операциялық жүйесі бір мезгілде пайда болды. MC-DOS Microsoft фирмасының дисктік операциялық жүйесі, ал IMBC-PS компьютерлерде орнатылды. Microsoft Windows басқарғанда графиктік ортаны қолдануға бағытталған операциялық жүйе. Windows алғашқыда MC-DOS үшін графиктік баптау ортасы ғана болды. Бірнеше амалдарды орындайтын Windows 1.0 графикалық ортасы пайда болды. 1985 жылы Intel фирмасының 8086 сериялы микропроцессорларының шығуына байланысты графиктік мүмкіндігі мол Windows 3.1 ортасы пайда болып, олар MC-DOS-пен бірге дербес компьютерлерде орнатыла бастады. Microsoft фирмасы графикалық интерфейсі бағдарлама түрінде емес, компьютердің ажырамас бөлігі болып саналатын операциялық жүйелерде жасап шығарылды. Яғни осылайша бізде Windows 95, Windows NT, Windows XP пайда болды. Бізде операциялық жүйелерде қолданатын бағдарламаларды айтатын болсақ, бірінші бізде Windows OS. Windows-тың тарихы бізде 1985 жылы оның алғашқы версиясы, яғни Windows 1.0 шыққаннан басталады. Оның құрамында операциялық жүйенің жұмысының көп ыңғайлы жасаған программалар болды. Сол кезде қолданылып жүрген MS-DOS операциялық жүйесіне қарағанда Windows-та графикалық интерфейс қолданылды, яғни
DOS'та командалық интерфейс болды. Сонымен бірге Windows'та информация түгелдей экранға емес, терезе деп аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды. Келесі бізде Apple Inc., яғни дербес және планшеттік компьютерлер, аудиоплеерлер, телефондар мен бағдарламалар өндіруші американдық корпорация. Дербес компьютерлер жасау саласында пионер компания және бас пәтері Калифорния штатындағы Купертино қаласында. Компанияның ең танымал өнімдері компьютердің Macintosh желісі, iPod, iPhone және де iPad. 2011 жылдың тамыз айында Apple компаниясы әлемдік нарықтық корпорация бойынша ең қымбат компания болып танылған. 1976 жылы 1 сәуірде Калифорнияның Купертино қаласында негізін қалаған және келесі жылдың 3 қаңтарында корпорация ретінде тіркелген. 30 жыл бойына компания атауы Apple Computer Inc. болған және 2007 жылдың 9 қаңтарында компьютер сөзі алынып тасталып Apple Inc. болып қалды. iOS-тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы тікелей басқару концепциясында құралған және интерфейсті басқару элементтері батырмалардан сүйрегіштер мен тетіктерден құралған. Келесісі бізде Linux OS, Windows амалдық жүйесі және SQL, Unix, Solaris немесе DOS сияқты коммерциялық амалдық жүйелерден басқа Linux амалдық жүйесі бар. Linux амалдық жүйесі ашық жүйелер стандарттарын қолдайды және Unix, DOS, MS, Windows жаңағы жүйелермен бірге қолданыла алады. Бастапқы мәтіндермен қоса жүйенің барлық құрамдас бөліктері еркін көшіруге және саны шектеусіз пайдаланушылар үшін орнатып пайдалануға берілетін рұқсатпен бірге таратылады. Linux басқарумен саналуын кәдімгі дербес компьютерлер мен ноутбуктардан бастап көп процессорлы өнеркәсіп серверлері, кластерлік есептеуіш кешендеріне және IBM компаниясы шығаратын қол сағаттарына дейінгі электрондық жүйелер жұмыс істейді. Linux бізде қауіпсіз жүйе. Жалпы Linux келе ақталған жаңағы вирусқа қарсы бағдарламалардың барлығы серверлік болып табылады және Windows машиналарда тіршілік ететін Windows вирустарына арналған. Бізде келесі ресурстарды басқару алгоритмдерінің ерекшеліктері бойынша жіктеу, яғни біз 4-ке жіктейтін боламыз. 6-ға немесе бірінші бізде көп есептілікті қолдау, яғни бір есепті операциялық жүйелер пайдаланушының компьютермен өзара әрекетін қарапайым әрі ыңғайлы есе отырып, оған виртуалды машинаны ұсыну функциясын орындайды. Келесі көп есепті операциялық жүйелер қосымша түрде бірлесіп пайдаланатын ресурстарды бөлуді басқарады, яғни бірінші кезекте олар бір мезгілде бірнеше есепті бір процессорды орындау мүмкіндігін береді. Келесі екінші бізде көп пайдаланушылық режимді қолдау, яғни бір пайдаланушылық операциялық жүйелер бір пайдаланушының аппаратын басқа пайдаланушылық санкцияланбаған қол жеткізуін қорғау құралдарын ұсынбайды. Мұндай жүйелер ресурстарды бөлу мүмкіндіктерін ұсынбайды және көп пайдаланушылық операциялық жүйелерде ақпаратты қорғау құралдары бар. Келесі үшінші бізде көп ағындықты қолдау, яғни көп ағындық операциялық жүйелер процессорлық уақытты тек процессорлар арасында ғана емес, сонымен қатар процессордың жеке ағындары арасында да бөлу мүмкіндігін береді. Келесі төртінші бізде көп процессорлы өңдеуді қолдау, яғни көп процессорлы операциялық жүйелер бірнеше процессорлармен жұмыс істеу мүмкіндігін ұсынатын ресурстарды басқарудың күрделі алгоритмдерін реализациялайды. Бізде келесі бесінші бір міндетті операциялық жүйе. Жалпы бір міндетті операциялық жүйелер бір уақытта тек бір ғана қолданба немесе процессор жұмыс істей алатын операциялық жүйе. Мұндай жүйеде қолданушы тек бір тапсырманы орындап отырып, ал жүйе барлық ресурстарды сол жалғыз тапсырмаға бағыттайды. MS-DOS ең танымал бір міндетті операциялық жүйелердің бірі. Онда қолданушы бір уақытта тек бір ғана бағдарламалық жұмыс істей алады, мысалы мәтін теру немесе файл көшіру. Ерекшеліктері бір ғана процессор орындалады. Жүйелік ресурстар, яғни жедел жады процессор уақыты сол жалғыз процесске бөлінеді. Жүйе қарапайым әрі жылдам жұмыс істейді, яғни бірақ көп міндетті операцияларға жарамайды. Және қазіргі заманғы операциялық жүйелердің көпшілігі көп міндетті болып табылады. Бірақ бір міндетті операциялық жүйелер қарапайым құрылғыларда немесе кейбір микроконтроллермен соңғысы бізде көп міндетті операциялық жүйе. Жалпы ол бір уақытта бірнеше процесті, яғни тапсырманы қатар орындауға мүмкіндік беретін жүйе. Бұл дегеніміз операциялық жүйе процессор уақытын бөліп бірнеше бағдарлама бір уақытта жұмыс істеуге ұйымдастырылған. Яғни мысалға Windows, Linux, macOS, Android бұлар барлығы көп міндетті операциялық жүйелер. Жалпы көп міндетті операциялық жүйелердің ерекшеліктерін айтатын болсам, бірнеше бағдарлама бір уақытта жұмыс істей алады. Мысалы, музыка тыңдап отырып мәтін теру. Ресурстар әртүрлі процестер арасында бөлінеді. Жүйе әр процессті аз уақытпен кезек-кезек орындайды. Пайдаланушы бірнеше тапсырманы ыңғайлы түрде орындай алады. Және де көп міндеттілік түрлері де бар, яғни бірінші алмасу арқылы көп міндеттілік жалпы өз еркімен басқаруды басқа процессорге береді. Яғни келесі бізде алмастырушы көп міндеттілік, яғни операциялық жүйе процессорды өзі басқарып, олар белгілі бір уақытта бөлінеді. Келесі бізде аппараттық платформалар ерекшеліктері бойынша жіктеу. Жалпы аппараттық құралдар спецификасы операциялық жүйелер спецификасына бейнеленеді. Бұл классификацияда компьютерлердің әрбір типінің операциялық жүйелер қасиетіне тікелей әсер ететін белгілі бір қасиеттер бар. Яғни төмендегідей операциялық жүйелер тобы айтарлықтай қызығушылық тудырып отыр. Яғни қуатты серверлер үшін операциялық жүйелер, жұмыс станциялар және дербес компьютерлер үшін операциялық жүйелер және қалта компьютерлер үшін операциялық жүйелер.
Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, компьютердің бағдарламалық қамтамасыз ету оның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін маңызды элемент. Ол аппараттық құралдармен өзара әрекеттесіп, пайдаланушыға қажетті мүмкіндіктерді ұсынады және бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелі, қолданбалы және көмекші түрлері әртүрлі міндеттерді атқарып, компьютердің толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Және бүгінгі таңда бағдарламалық қамтамасыз ету жаңа технологиялармен тығыз байланыс орнатып дамып келеді. Бұлтты сервистер, жасанды интеллект және киберқауіпсіздік, яғни қазіргі заманның басты бағыттары. Бағдарламалық жасақтаманың жетілдіру адам өмірін жеңілдетіп, көптеген салаларды автоматтандыруды арттырып отыр. Қорыта айтқанда, бағдарламалық қамтамасыз ету ол ақпараттық технологиялардың негізі және оның дамуы болашақта және мүмкіндіктерді ашып, компьютерлік жүйелердің одан әрі жетілуіне ықпал ететін болады. Осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет.